Інісі Болат Назарбаев сияқты Нұрсұлтан Назарбаев бірден бірнеше әйелмен некеде тұрмаған. Дегенмен оның құпия махаббаттарының бірі оның көптен күткен мұрагерлерін дүниеге әкелді. Нұрсұлтан Назарбаев 1962 жылы Сара Назарбаеваға үйленді. Олар Қарағанды металлургия комбинатының домна цехында бірге жұмыс істеп, сол жерде кездесті. Бірлескен некеде олар Дариға, Динара және Алия атты 3 қызды дүниеге әкелді. Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің айтуынша, ерлі зайыптылардың отбасылық өмірі 1997 жылы президент жаңа Астанаға көшкен кезде өзгерген. Сара Алпыс қызы біраз уақыттан кейін Алматыға оралды. Сол кезден бастап Рахат Әлиевтің айтуынша ажырасу орын алған. Сара Назарбаеваның нақты қай кезеңде тегін қонақай деп өзгерткені белгісіз. 2005 жылы аферленген тұлғалар тізімінде ол күйеуінің атымен, ал 2012 жылы қонақай есімімен көрсетілген. Сара Алпыс қызы 1992 жылы ана мен баланы қорғау, балалар үйлері мен балалар үйлеріне қамқорлық жасау мақсатында бөбек қайырымдылық қорын құрды. Қор колледж, гимназия, балабақша, обсерватория, оқу-сауықтыру кешені мен институтты басқарды. Қордың арқасында 2001 жылы мектептегі өзін-өзі тану жаңа пәні идеясы пайда болды. 2021 жылы мемлекеттік тапсырыстардың жақсы үлесін қордан облыстық білім басқармалары, сондай-ақ институттар мен университеттер сатып алған оқулықтар құрады. 1994 жылы Сара Назарбаева Қазақстанның СОС балалар ауылдары корпоративтік қорын құрды. Мемлекеттік сатып алуларға негізінен астаналық қор қатысты. Ол жыл сайын білім бөлімінен бірнеше миллион долларлық келісім шарттар жасады. 2022 жылы жетім балаларды бағуға және оқуға 367 миллион, 2021 жылы адам құқықтарын қорғауды ұйымдастыруға 307 миллион, 2020 жылы отбасы үлгісіндегі балалар ауылдарын іске асыруға 323 миллион теңге. Нұрсұлтан Назарбаевтың екінші бейресми әйелі Гүлнар Рақышева Бүркіт әуе компаниясында бортсерік болып жұмыс істеген. Өзара танысуы 1995-96 жылдар аралығында болды. Сонда Гүлнар 26 жаста еді. Биліктің жоғары эшелондарындағы Гүлнардың құпия лақабаты Гена болды. Рахат Әлиев Астанада Есіл өзенінің оң жағасынан оның азаматтық әйеліне зәулім үй тұрғызылғанын айтқан болатын. Ол элиталық және қымбат тұрғын үйлер орналасқан Ақбұлақ шағын ауданында орналасқан. Бақ жазғандай бұрынғы ұлт көшбасшысының көлігі көбінесе Қызылжардағы президент резиденциясына емес, жаңа үйге қарай бет алған. Гүлнар Рақышева тұңғыш қызының дүниеге келуіне сыйлық ретінде Air Астана әуе компаниясының вице-президенті қызметін алды. Осы кезеңде Рақышева екінші қызын дүниеге әкелді. Марқұм Әлиев сұхбатында айтқандай, Гүлнар Рақышева Нұрсұлтан Назарбаевпен өте күшті сөйлесіп, оған шарт қойып, айла шарғы жасады. Ол президенттің назарында болған кезде, оның әкесі қорғаныс министрінің орынбасары болып тағайындалды. Кенеттен пайда болған Гүлнар Рақышева дәл солай кенет ғайып болды. Ол Лондонда бірінші президенттің қыздарымен тұрады дейді. Сірә олардың әрқайсысының аты жөні өзгертілген. Нұрсұлтан Назарбаевтың үшінші бейресми махаббаты 1999 жылы Қазақстан аруы Әсел Құрманбаева. Сол кездері ол 19 жаста болды және Абылай Хан атындағы шетелдер университетінде оқыды. Әсел Исабаева Лондонда өткен әлем аруы халықаралық байқауына қатысып, кейін бақ назарына көрінбей кетті. Бұрынғы Гүлнар сияқты Әсел де Алексей деген құпия есім алған. Ғаламторда тараған ақпаратқа қарағанда, Исабаева Алматыда академик Тілектес Есполов пен Гүлбану Құрманбаеваның отбасында дүниеге келген. Бір қызығы Тілектес Есполовтың ресми әйелі Керімқұл Жанарқұлова, ал оның балаларының арасында Әсел деген адам жоқ. Тілектес Есполов 20 жылдан астам Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, ұлттық ғылым академиясының вице-президенті болды. Бұрынғы Қазақстан аруы президентке Тауман және Байкен атты екі ұлды дүниеге әкелді. Өткен жылы 2005 жылы туған үлкен ұлына Астанадан Құлыбаев аралынан жер телімі берілген. 2008 жылы туған ең кенжесі Байкенге 2017 жылы сол аралдан жер берілген. Осы жылдар ішінде Әсел Құрманбаева Қазақ ұлттық хореография академиясы мен Астана балет театрының көркемдік жетекшісі болды. Соңғысы 2012 жылы бірінші президенттің бастамасымен құрылды, бірақ иесі оның бейресми әйелі болды. Өткен жылы бірнеше халықаралық зерттеулер жарияланды. Бірінде OCCRP халықаралық зерттеуші журналистер тобы Исабаеваның Назарбаевтың сенімді көмекшісі болған Владимир Нидің отбасына тиесілі компаниядан $30 миллион алғаны анықталды.